Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында оңай дайындалатын, санаулы ғана ингредиенттерді қажет ететін печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Жасалуы өте оңай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын қосамыз және оны миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығы оп-оңай, барлығын бір ыдысқа салып, осылай миксермен жақсылап араластырып шықсаңыздар болғаны. Мен бұл жерде 2 жұмыртқа қостым және жүгері крахмалы мен сұйық май қостым. Ең соңынан ұн мен қопсытқышты қосамыз. Ұнның барлығын бірден салмай, осылай мен 2-3 бөлікке бөліп отырып қосамын. Және достар, біздің каналымыздың дамуы үшін міндетті түрде каналға жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте ерекше қызықты рецепттер болады. Сол рецепттерді жіберіп алмаңыздар. Ең соңынан қамырға ұн мен қопсытқышты қосамыз. Ұнымызды салғаннан кейін осылай силиконды күрекшемен араластырамыз. Барлығын бірден емес, осылай бірнеше бөлікке бөле отырып қосамыз. Және қамырымызды ұзақ араластырып қажет емес, себебі құрамында сары май бар. Ол еріп кетуі мүмкін. Сол себепті де осылай тез-тез қамырымызды иілеп, қамыр дайын болғаннан кейін бетін жауып, кішкене 5 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді біздің печеньемізге форма жасаймыз. Әсемде өз қалауларыңыз бойынша кез келген форма түрінде жасай берсеңіздер болады. Мен осылай алдымен дөңгелек форма жасап, барлығын осылай пергамент қағазына орналастырып алдым. Бұны ұзынша қылып жасасаңыздар болады, немесе балаларға жасайтын болсаңыз түрлі формада келтіруге болады. Қазіргі таңда дүкендерде құрамында зиянды заттар көп, тәттілер толып жатыр, иә. Қайсысын таңдарымызды білмейміз. Дәл осы жағдайға келген кезде менің жолдасым өте қатты қарайды. Егер құрамында зиянды заттар болатын болса, біз ол тағамды алмаймыз. Ал егер де үйде осылай кей уақыттарда тәтті дайындап қалған жағдайда, ол өте қатты қуанады және алғысын білдіріп жатады. Сол себепті сіздер де үй іштеріңізге жасап, сіздер де жолдастарыңызды, жақындарыңызды қуантып көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Дөңгелек форма жасағаннан кейін артынша шанышқымен осылай дөңгелектің үстінен бассаңыздар, өте әдемі форма шығады. Формаға келтіріп болғаннан кейін енді біздің пешімізге саламыз. Шамамен 180 градуста 30 минуттай мен пісірдім. Міне біздің керемет печеньелеріміз дайын болды. Әсемдік үшін мен осылай үстіне шоколадты ерітіп құйып шығамын. Шоколадқа жай батырып алсаңыз да болады, немесе осы күйінше жей берсеңіз де дәмі өте ерекше болып шығады. Міне мен печеньелерді әсемдеп болдым шоколадпен. Енді шоколад қату үшін тоңазытқышта 10-15 минуттай ұстайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Дана. Келесі жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар.